Жаңа жылдан бастап әйелдер 61 жастан зейнетке шыға бастауы мүмкін. Бүгін мәжіліс заң жобасын мақұлдап Сенатқа жіберді. Бұдан бөлек бала күтімінде отырған аналарға да жәрдемақы төлеу мерзімі ұзарады. Тақырыптың жай-жапсарын тілшіміз Жансұлу Женқұл тарқатады. Әйелдердің зейнетке шығу жасы 2028 жылға дейін 61 жас деп бекітілмек. Бүгін мәжіліс құжатты екінші оқылымда мақұлдап Сенатқа жолдады. Ең төмен базалық зейнетақы мөлшерін ең төмен күнкөріс деңгейінен 70%-ға дейін, ең жоғары базалық зейнетақы мөлшерін 120%-ға дейін дәйекті түрде жеткізу. Жасына байланысты табыс шегін 46 еселенген айлық есептік көрсеткіштен 55 еселенгенге дейін ұлғайту. Қазір елдегі мемлекеттік базалық зейнетақы 19.450, ал зейнетақының ең төменгі мөлшері 46.302 теңге. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәлімдеуінше 2025 жылға дейін зейнетақыны орта есеппен 27%-ға арттыру жоспарланып отыр. Ал зейнеткерлер әлі де болса жас мөлшерін азайту керек деп есептейді. Әйел ер демей денсаулығы мен істеген жұмысына қарай зейнет жасын белгілеу керек дейтіндер де табылды. Тез шаршайды, тез қартаяды. Енді 61-де енді жақсы деп ойлаймын. Жасы ұлғайған сайын ауру сырқау, аяқ қол ауырады. Сол 58 дұрыс бекен деп тұрмын. Әйелдерге дұрыс. Пенсия қаншалықты жеткілікті? Ой, айта алмаймын енді. Мен минимальныймен шықтым, потому что нелері бұрынғы архивтер жоқ қой қазір. Сондықтан стаждарымыздың барлығы нетілмей қалды, есептелмей қалды да. Менікі 52 мың жетпейді. Кішкене бәрі қымбаттап отыр. Сол қымбаттап баланы оқытасын. Экономистерде халықтың қазіргі әлеуметтік жағдайына алаңдаулы. Оның ішінде зейнеткерлер арасындағы кедейліктің алдын алу керек деп есептейді. Биылғы жылдың өзінде зейнетақыны 10%-ға тіпті индексациялаған күннің өзінде бізде 60 мың теңге зейнетақы алатын азаматтардың зейнетақысы небәрі 5 мың теңгеге ғана ұлғайды, 5-6 мың теңгеге ғана. Ал біз қазіргі уақытта көріп отырмыз, әрбір тауардың бағасы ол 2 еселеніп қымбаттап жатыр қазіргі кезде. Ол тұрғыда ол 5-6 мың теңгеге өскен ол түкте мәселені шешпейді ғой. Сондықтан да зейнеткерлердің зейнетақысын жақсылап тұрып көтеру керек. Айтпақшы, жаңа жылдан бастап бала күтімінде отырған әйелдерге 1,5 жылға дейін жәрдемақы төлеу қарастырылып отыр. Сонымен қатар енді 35 жасқа толмағандар жастар санатына кіреді деп бекітілмек. Жансұлу Женқұл, Мейірбек Беспаев, Санат Иманғали, Айбат, жаңалықтар қызметі.